Қазақ композиторы Қапан Әубәкірұлы Мусин 1921 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданының Ағыбай ауылында дүниеге келген. 1939-1941 жылдары Мәскеу консерваториясының қазақ студиясында дәріс алған. Ұлы Отан соғысының ардагері. 1953 жылы Алматы консерваториясын Брусиловскийдің композициялары бойынша тамамдаған. 1943-1953 жылдар аралығында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің дирижері болып қызмет атқарған. 1953-1960 жылдарда Алматы консерваториясында ұстаздық еткен. 1961-1969 жылдар аралығында Алматы консерваториясы жанындағы фольклор кабинетінің меңгерушісі болған. Қапан Мусин халық аспаптар оркестріне поэмалар, симфониялық оркестрге арналған 3 симфония және атақты Жайлауда атты симфониялық поэмасын, халық бақыты үшін және мереке поэмаларын жазған. Қапан Мусин тұңғыш симфониялық ірі шығарма жазған ұлттық композитор. Қазақ музыка мәдениетінің ірі өкілдерінің бірі. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор. 1970 жылдың 21 сәуірінде Алматы қаласында дүниеден өткен. Латиф Абдулқаұлы Хамиди 1906 жылы 17 шілдеде дүниеге келген. Өз ұлты татар. Қазақ губерниясында туылса да, оның өмірі мен шығармашылығы Қазақстанмен біте қайнасқан. Латиф Хамиди 1933 жылы Ташкенттегі Татар институты мен Мәскеу бірінші музыкалық техникумын бітірген соң Қазақстанға келеді. Жас Латифтің қоржынында сол кездің өзінде танымал әндер мен аспаптық пьесалар болған. Музыкадағы алғашқы еңбек жолын Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік драма театрында жетекшілік қызметімен бастаған Латиф қазақ халық музыкасын тануға көп күш салады. Сол жылдары ол Қазақ радиосының хорына тұңғыш рет көп дауысты халық әндерін дайындайды. Кейін Латиф Хамиди Семейдегі музыка драма театрына ауысқан соң көптеген ел жерді аралап, жол бойында қазақ халық музыкасын тануға мүмкіндік алады. Сол гастрольдік сапарларында ол көптеген халық әндерін нотаға түсіреді. Латиф Хамидидің тұңғыш шығармаларының бірі Қызыл қыран ең сәтті туындыға айналады. Себебі бұл шығарма Қызыл армияның 15 жылдығына арналған тұңғыш көп дауысты әні. 1936 жылы сазгер Мәскеуге қайта барып, Мәскеу консерваториясының татар опералық студиясында 2 жыл білім алып қайтады. Бұдан кейін ол Қазақстанға қайта оралып, Қазақ халық аспаптары оркестрінің жетекшілігін өз мойнына алады. Кейін Латиф Хамиди Қазақ мемлекеттік капелласының жетекшісі әрі дирижері болады. Сазгер көптеген хорлық өңдеу, әндер, романстар, вальстар жазады. Солардың ішінде қазақ вальсы және бұлбұл шығармалары оны танымал етті. Латиф Хамиди бұдан бөлек патриоттық, тарихи тақырыптарға да көптеген музыкалар жазған.